Бүгін облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің төрағалығымен өткен жиында өңірдегі цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар талқыланып, шағын жобаларды қолдау жайы қаралды. Басқосу барысында облыстық инвесторларға қызмет көрсету, жобалық басқару және цифрландыру орталығының жетекшісі Дамир Егізбаев ағымдағы жылдың 9 айында атқарылған жұмыстар туралы баяндама жасап, жоспардағы іс-шараларға тоқталып өтті. Облыс халқының 80%-ның цифрландыруға қатысты сауаттылығын арттыру негізінде бекітілген жоспардың 9 айдағы межесі толығымен орындалған. 20 мыңға жуық адам сауаттылығын арттырыпты. Сондай-ақ мемлекеттік қызметті автоматизациялау жоспары 74,3%-ға орындалса, жыл соңына дейін 100% көрсеткішке жеткізу көзделуде екен. Ал кең жолақты интернетпен қамту мәселесі 79%-ға атқарылған. Сондай-ақ аталмыш орталық бастамасымен алдағы күндері төлем жасау орталығы ашылып, авариялық жедел жәрдем, су, газ, домофон, барлық қызмет түрлері орталығы бірыңғай қызмет түріне айналмақ. Жиында шағын жобаларды қаржыландыру шаралары да назарға алынды. Бұл орайда облыс тұрғындарының тұрмыстық табысын жақсартудың пилоттық жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар жайы сараланды. Ол бойынша Тараз қаласының тұрғындарында пилоттық округтерге жақын орналасқан ауылдықтарды да несиелендіру мүмкіншілігін қарастыру, зейнет жасындағы тұрғындардың жобаға қатысуын, жұмыс істеп отырған шаруа қожалықтарын шектеулі лимитпен қаржыландыру ұсыныстары талқыланды. Қарапайым заттар экономикасының жобаларын іске асыруға қатысты жайттар да жан-жақты қаузалды. Сонымен қатар Тараз Хаб IT орталығының жұмыстары да тыңдалды. Асқар Исабекұлы бұл жобалардың маңыздылығы мен өзектілігін баса айтып, тиісті жұмыстарды жүргізуді жүйелеуді тапсырды. Өңір басшысы жобалардың тиімділігіне қарай қолдауды, тиімсіз бастамаларға босқа ақша шығындамауды ескертіп, ұтымды ұсыныстар бойынша көңіл бөлу керектігіне айрықша тоқталды. Надо отдельно показывать динамику. Сколько проектов? Осы уақытқа дейін қанша жоба қаржыландыру деңгейіне жетті? Айтылған 17 жоба қандай жобалар, құны қанша? Тағы 5 жоба бар екен. Ол қандай жобалар? Бәрі жеке-жеке көрсетіліп, толық ақпарат болуы керек. Қаржы институттары ше, қағаз жүзіндегі есеп беруді қашан қоямыз? Жиында мәселелер айтылу керек. Аят Асқарбекұлы, Нұрбол Қыстаубек, 77 News.